Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйретін пончик жасаймыз. Егер де менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазір ішін үзіп көрсетем, өте үлбіреп тұратын дәмді пончик. Үстіме алдын ала 5 минут бұрын дұрыс салып қойған 5 мг көп пісіп тұрсын деп. Енді 10 мг тұз салам. Сүт жылы болу керек. Мен дұрыс салған кезде сүт жылы болған тұғын. Енді 50 мг шекер салдым. 2 жұмыртқаны салам. Жақсылап араластырамыз. Масса бір келгі болғанша. Сұйық май 50 мг сұйық май құям. Араластырып, жақсылап. Жүз елу грамм ұн салам. Оның алдынан електен өткізіліп алынған. Жайлап араластырамыз. Әзірше қасықтың көмегімен араластырам. Кейін қолмен жақсылап билеу керек. Жұмсақ билеу керек. Пончигіміздің қамыры өте жұмсақ болу керек. Жақсылап ұнымызды араластырып. Қамырымызды қолдың көмегімен жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз иленіп болды. Енді 30 минутқа жауып, жылы жерге аш суға қоямыз. Қамырымыз ашыды. Керемет болып көтерілген. Енді тестамыз дайын. Пончигімізді дайындай берсек болады. Ашаған қамырымызды ыдыстан түсіріп аламыз да зуалаймыз. Қамырымызды 4 зуалаға бөліп домалақтап аламыз да 10 минутқа жауып қоямыз көтерілу үшін. Өткеннен кейін қамырымызды бірден өстіп жайып аламыз. Осылай бокалдың көмегімен, үлкендеу бокалдың көмегімен жайылған қамырымызды домалақтап ойып аламыз. Сосын ортасын кішкене тағы бір ыдыспен дөңгелекшелеп тесеміз. Сөйтіп пончиктерімізді дайындаймыз. Қамырдың қалыңдығы осындай болу керек. Шыға болып кетпеу керек қамыр. Дөңгелектеп ойып алған тесталарымыздың енді ортасын осындай бакалашканың басының көмегімен тесіктеп домалақтап кесіп аламыз. Бәрін өстіп ойып шығамыз. Осылай ойып бәрін дайындап аламыз. Бетін 10 минутқа жауып қоямыз тағы көтерілуге. Қызып тұрған майымызға пончиктерімізді қуырып аламыз. Жақсылап бәрін. Бірінші бір бетін жақсы қуырып, екінші бетін ауыстырып қуырамыз. Қып-қызыл болып пісіп жатыр. Енді алсақ та болады майдан. Пончиктерімізді батырып алатын ганаж дайындаймыз. Ол үшін плескен шоколадқа аздаған сары май құйып, су банясына ертіп аламыз. Сөйтіп, осылай еріген ганажымызға енді қуырылған пончиктерімізді салып аламыз бір жағын, бір бетін. Сөйтіп, ганаж жағылған бетін үстіне қаратып қоямыз. Осылай ганаж жағылған бетін үстіне қаратып қоя береміз. Міне пончиктеріміз дайын, ганажға батырып алған. Достар, егер де менің рецептім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Пончик әсіресе балдарға
қатты ұнайтын тағам.